Ассалаумағалейкум. Бүгін біз барлығымыз рациялардың қалай жұмыс істеу принципімен танысамыз. Рация дегеніміз жалпы бұл қашықтықта радио толқындарының көмегімен сымсыз тілдесте дауысты хабарламаларды алмасуға мүмкіндік беретін шағын құрылғы, яғни телефон десек те болады. Бірақ телефон дегенде ол бұның телефон сияқты сенсор кішкентай ғана сенсор бар. Онда қай толқында сөйлесіп жатқанын, жаңағы қай жиілікте, қай арнада сөйлесіп жатқанын ғана көрсетуге болады. Жалпы рацияның бірнеше тиімділігі бар. Бұл байланысу және қызмет көрсету үшін қандай да бір төлемдер қажет емес. Яғни біз қарапайым күнделікті өмірде өзіміз телефон қолданғанда ең бірінші телефон біреуге хабарласу үшін бізге сим-карта керек. Сим-картаға біз оған жаңағы баланс саламыз. Баланс ол бәрі ақша болады. Ал бұны біреумен байланысу үшін ондай төлемдер қажет емес және шектеусіз жаңағы тегін сөйлесе беруге болады. Бұл бір. Екінші, бұл қызмет көрсету аймағында жаңағы сетті қажет етпейді және бұнда мүлдем сет жоқ жерлерде, байланыс жоқ жерлерде қолдана беруге болады. Және бұның аса жылдамдығы, бұның аса жоғары жылдамдықта жүреді және қолданылуы өте жеңіл. Номерді іздеуге, теруге жаңағыдай уақыт кетпейді және бұл бір ғана батырманы басу арқылы қоңырау шала аламыз, яғни сигнал автоматты түрде таратылып қабылданады. Және осы бізде телефон жаңағыдай күнделікті өмірде өзіміз телефонмен сөйлесеміз, яғни конференциямен сөйлесеміз. Конференцияда бізде сим-карта жаңа қарапайым звонок сөйлескен кезде 4 ғана адам қосыла алады жаңағы конференцияға. Ал бұнда рацияда бірнеше адаммен яғни лимитсіз, без лимит бірнеше адаммен жаңағы қарым-қатынас жасауға болады. Яғни сіз мысалы дауысты хабарлама жіберсеңіз, сіздің желіңізде отырған бірнеше рациялы адамдар барлығы сол сіздің жаңағы дауысыңызды ести алады. Яғни бұның қолдану аясына келетін болсақ, мысалы біз қарапайым кинолардан көретін болсақ, полициялар енді көптеген жаңағыдай, мысалы біз көбінесе америкалық киноларды көреміз. Америкалық киноларда полициялар осы рация арқылы бір-біріне шұғыл түрде жаңағыдай бір хабар беріп отырады. Киноны алмай-ақ қарапайым өмірде жол патрульдік полициясын алатын болсақ, олар бір-біріне рация арқылы шыға алады. Және бұлай өзіміз алатын болсақ, тұрмыстық жағдайда бұны аңшылықта, балық аулауда, жаңағы спортпен шұғылданған кезде жаңағыдай мысалы қалай айтсам болады, мысалы спортшы алыс жақта жүр, ал жаттықтырушысы өзінен алыс кетті. Спортшы бір жақта, ал жаттықтырушы бір жақта жүрген уақытта бір-біріне осы рация арқылы жаңағыдай пайдалануға болады, бір-бірімен тілдесуге. Және кейбір кезде бізде осы көптеген адамдар қарапайым осы интернет кабелін жүргізген уақытта жер астына кіреді. Яғни жер асты мен жердің үстінде тұрған адамның байланысу, бір-бірінен дауыс жетуі өте жаңағыдай қолайсыз, бір-бірін ести алмайды, дауыс жетпейді яғни. Және жер астында байланыс қатты ұстамағандықтан осы рация арқылы жердің астында мен жердің үстіндегі адам бір-бірімен байланыса алады. Және бұл осы рациялардың жалпы бағасына тоқтала кететін болсақ, бұлар көбінесе 8.000 Қазақстанның валютасымен 8.500 теңгеден жоғары тұрады. Және бұл далалық жерге байланысу үшін 7 километрге дейінгі қашықтықты қамтиды. Бұлар негізінде 7 және 10 километр қашықтықты қамти алады. Жалпы рациялардың жұмыс істеу принципі осындай: өте жеңіл және өте қолайлы.
көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.